51% бізге төлейді сектор. 51%. 49% компания өзіне қалады. Өнімдер шығаруына, арендасы, зарплатасы, соның бәріне компания өзіне қалады. 49%. 51% бізге төлейді. Одан кейін уникальность маркетинг планы. Уникальность. Маркетинг план рыноктарға бөлінбейді. Көп компания бар екен. Мен бұл сетевой компания істемеген. Бірақ осы жылдарда түсіндім. Көп компания бар екен. Әр мемлекетте әртүрлі комиссион төлейді. Әртүрлі. А бізде бәрімізге бірдей төлейді. Бөлінбейді. Одан кейін оптимализ балансирован. Новичок, старичокты бөлмейсіздер. Мен старичокпын, не қат екенбіз. Біреу мына жерде отыр новичок. Жоқ, бірдей условияда жұмыс жасаймыз. Жігіттер, бірдей условияда. Сіздерге де бір маркетинг план, бізге де бір маркетинг план. Сіздерге де бір өнім, бізге де бір өнім. Болды. Отличается сіздер жаңа бастаңыздар, біз 3 жыл бұрын бастадық. Сонымен ғана ерекшелігі. Гибридность. Бұл бинарный компания, және классикалық қосылысымен. Ол қалайынан? Бинар екі ғана команда, екі ғана адаммен бизнес бастайтын болсаңыз, қаншалықты адамды командама қосамын, ішінен іріктеп лидерлерді шығарып аламын десеңіздер, тіркей бересіздер. Жаңа адамды командада қосуға мүмкіндік көп. Оның шектеу жоқ. Шектеу жоқ. Онысымен де жақсы. Оны жұмыс істеген кезде түсінесіңдер. Одан кейін моментальный бонустар аласыздар. Бүгін командасы бір адам қосылды ма, сол моментте сізге сол команда қосылған үшін компания сізге рахмет айтады. Ой, рахмет сізге. Командасы жаңадан қосыпсыз ғой. Міне сіздің еңбегіңіз, соған жіберген уақытыңыз, энергияңыз үшін де компания моментально сізге рахмет айтады. Возможность тапқан табыс сол моментте қолдана болады. ИП-ның шотына біз, мына лидерлар, ИП-мыздың толығының шотына түскен табысымызды міне бүгін түсті, ертең шотымызды аударамыз. Вторник күні шотымызға толыққанды өзіміздің ақшамыз түсіп тұрады. Толыққан түсіп тұрады. Апта сайын табыс аласыздар, айлап қоспайсыздар. Және де покупка жасаған кезде сол өнім, сол берген компанияның бонустарын электронды валютамен 50% төлеуге болады. 50% сіздің картаңызда қалады. И және де виза карта бар. Виза карта бұл үлкен кәдімгідей банковский сферадағы үлкен компания бұл. Ол заңды бірнеше мемлекеттің жұмыс істеп отырған. Ол бір компанияға, бір банкке виза карта ашып беру үшін оның историясын қарайды, тексереді түгел. Оған ақша қайдан түседі? Заңды ма, заңсыз ба? Кімдер аударады деген. Сосын ғана барып виза карта береді. Ал ондай виза карта бар ма, значит компания очень серьезный деген сөз. Ол серьезность. Өйткені олар өз авторитеттерін бұзбайды. Одан кейін реферальный ссылка. Қазір мына Instagram, TikTok вообще цифровой Қазақстанның дамып тұрған кезінде біз соны қолдануымыз керек. Сол үшін әр партнердің жеке кабинетінде өзінің индивидуальный реферальный ссылкалары бар. Немесе QR кодтары бар. Сол QR кодтарын сайттарға тарату, Instagram, TikToктарға шығаруының арқасында сіздер өнімдеріңізді онлайнда сата беруіңізге болады. Олар өзінің ссылкасымен кіреді, сіздің структураңызға тіркеліп керек өнімдерін ала береді, Каспий магазин секілді. Сіз білмейсіз оны кім алып жатқанын. Мен білмеймін, через Instagram менің командама кім қосып, кім өнім алып жатыр. Біреу командама қосып жатыр, біреу клиентский базама қосып жатыр. Это онлайн бизнес. Онлайн. Білмейсіз қайда келіп жатқанын. Зато товар өрнесі бар. Карьера лестница. Әр сіздің карьера лестница, статустарыңыз көтерілген сайын қосымша сыйақы береді. Апгрейд любой время, және 15 жылға тіркелген адамдар, ограничение жоқ. Любой время, кез келген уақытта бизнес пакетіңізді өсіре аласыз. Ограничение жоқ. Одан және айтқан Белоправа. Енді қараңыздар, отличие компания. Бұл халықаралық компания. Бұл американский емес, российский емес. Бұл халықаралық компания. И және де көптеген кәсіпкерлердің бір қиналатын жері новичоктардың. Ай сайын, апта сайын ақша салып тұр. 6 айда бір салатын, жылына бір салатын компаниялар бар. Бірақ бізде активность жоқ. Мәжбүрлі түрде сізді компания өнім алдыртпайды. Мәжбүрлі түрде. Кейбір біздің осында ханымдар бар, жігіттер бар көбінесе. Бұл халал бизнес па дейді. Маркетинг халал ма дейді. Егер де, мен айтар едім, егер де мәжбүрлі түрде сізге компания бір нәрсені алдыртатын болса, сіздің еңбегіңізді жоққа шығаратын болса, онда бізге келмейді. Онда мен айтар едім, бұл значит харам бизнес элементтері бар. Компания ешкім мәжбүрлемейді. Ондай жоқ.
жасаған жұмысыңыздың уақытында комиссияны аласыз, ешнәрсе күйіп кетпейді. Маркетинг план, статустарыңызда бекітілмеген.